Қарағандыға достарына барар жолда Азамат радиодан жаңалықтарды тыңдап, сол жерде апат туралы естіді. Соңғы жылдары сирек кездесетін ақбөкендердің саны 2 миллионға жуық өсіпті. Енді ақбөкендер көшіп-қон кезінде егісті таптап, жеп, зиян келтіріп жүр. Байғұс фермерлер дәрменсіз. Ақбөкендер енді дыбыстардан қорықпайды, алатуға тыйым салынған. Өйткені ақбөкендердің ресми түрде жойылып кетуінің қаупі бар. Не істеу керектігін ешкім білмейді. Осының бәрін біліп алған Азамат бизнес үшін мүмкіндіктер көрді. Ол ақбөкендер популяциясын бақылауға алуды шешті. Бірінші өрістік жайып ақбөкендерді өсіруді бастау. Содан кейін ет комбинатын ашып, олардың санын дұрыс жолмен реттеп, сол уақытта ақша табу. Барлығына тиімді. Бірақ Азаматтың көзқарасы фермерлер мен ақбөкендерді құтқару үшін үлкен инвестицияларды қажет етеді. Бақытымызға орай мемлекет Азаматқа көмектесті және қазір оның ауыл шаруашылығында табысты бизнесі бар. Ақбөкендермен де бәрі жақсы, фермерлер де тоқ. Азамат, сен тағы да жарайсың. Ал адам ақбөкендерді атып, мүйіздерін Қытайға сатуды шешті. Ол ешкім байқамайды деп ойлады. Оңай шешім бар кезде фермалар мен және тағы басқа заттарды ашып не қылам? Адам атасының мылтығын алып далаға шықты. Алайда ақбөкендерді көздеуді бастағанда дереу тұтқындалып, қайтадан түрмеге жіберілді. Егер ақбөкендер сөйлей алғанда, Азаматтың бастамасы үшін алғыс айтар еді. Ал фермерлерде ондай қабілет бар. Сондықтан олар Азаматқа алғысын білдіріп, әр апта сайын жаңа піскен көкөністерді жіберіп тұрады.